Сәлем достар, сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып және ерекше шығатын тефтелев томатный соусы жасайтын боламыз. Ендеше бастайық. Ол үшін табағымызды алып, фаршымызды салатын боламыз. Менде фарш сиырдың фаршы. Фаршымызды салып болғаннан кейін туралған пиязымызды саламыз. Мен барлығын турап дайындап қойған болатынмын. Одан кейін үккіштен өтілген сәбізімізді саламыз. Және күрішімізді саламыз. Барлығын қаншалықты салатындарыңызды описанияға міндетті түрде жазып кететін боламын. Барлығын описаниядан қарасаңыздар болады. Одан кейін сарымсақ салып жүреміз. Сарымсақ салсаңыздар фарштың дәмі өте керемет болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Әркімнің өзінің вкусына қарай. Одан кейін қара бұрышымыз бен қызыл бұрышымызды саламыз. Және тұз саламыз. Тұзды да өздеріңіздің керегілеріңізге қарай саласыздар. Одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, барлығын бір келкаға араластырамыз, біріктіретін боламыз. Мінекей достар, біз барлығын біріктіріп болдық. Енді осындай домалақ пішін жасайтын боламыз. Мен пішіндерімді кішкене үлкенірек қылып жасадым, себебі бізде үйде көбінесе үлкен еркек адамдар болғандықтан үлкенірек қылып жасадым. Домалақ пішін жасап алғаннан соң, осылай ұнымызға домалатамыз. Одан кейін соусымызды дайындаймыз. Суымызға 2 қасық томат саласыздар. Одан кейін 1 қасық тұзымызды саламыз. 1 қасық қант саласыздар. Және 1 қасық қара бұрышымызды салып жібереміз. Барлығын бір келкаға араластырамыз, томатымыз ерігенше араластырамыз. Мінекей біздің соусымыз уже дайын. Енді қызып тұрған майымызға тефтелевімізді салып қуырып аламыз. Бірінші жағын қуырамыз, одан кейін келесі жағымызға айналдырамыз. Осылай барлығын қуырып аласыздар. Одан кейін майымызды құйып, сковородкамызға пиязымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Тефтелевларымыздың барлығын осы сковородкамызға орналастырып шығамыз. Одан кейін бетіне соусымызды құямыз. Бетін жауып 20 минутқа пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің тефтелевіміз дайын болды. Мен гарнирге пюре жасадым. Ол да өздерінің қалауларыңызша күріш қойсаңыздар да болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл өте дәмді болып шығады. Маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.